Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшіру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде көрпе көрсеңіз, оны қалай жоруға болады, назарларыңызға ұсынамыз. Түсінде көрпе беру кейде ұзақ уақытқа созылатын қамқорлық пен сүйіспеншіліктің белгісі. Кейбір адамдар түсінде бесік пен көрпе көретін болсаңыз, бұл жақын адамыңыз сізге қамқорлық жасайтынын білдіреді. Түсінде түрлі түсті көрпе. Егер жалғыз басты әйел түсінде түрлі түсті көрпе көрсе, бұл оның өміріндегі көптеген мүмкіндіктерге ие болатынын және жаңа қызықты нәрселерді сынап көру мүмкіндігіне ие болатынын білдіруі мүмкін. Түсінде көрпе жуу. Жалғыз басты әйел түсінде көрпе жуып жатқанын көрсе, бұл оның жаңа жерге баратынын және шетелге сапар шегу мүмкін екендігін білдіреді. Бұл сондай-ақ жан мен ақыл-ойдың тазарылуын және жаңа және салауатты өмірдің басталуын білдіруі мүмкін. Егер үйленген әйел түсінде көрген көрпе ескі және қолданылған болса, онда бұл оның некелік өмірінде кездесетін кейбір қиындықтарды көрсетеді және ол осы кедергілерді жеңу үшін бар назарын аударып көп жұмыс істеу керек. Егер үйленген әйел түсінде жаңа көрпе көрсе, бұл оның өміріндегі оң өзгерісті және оның жағдайы жақсаратынын білдіреді. Сондай-ақ ол болашақта ақша мен байлыққа ие болатынын туралы жақсы жаңалықты білдіреді. Егер үйленген әйел түсінде ақ көрпе көрсе, бұл оның ерлі-зайыптылар арасындағы ойлар мен ниеттерінің үйлесімділігін көрсетеді және олардың махаббаты күшті және тұрақты болады. Көрпенің түсін өзгертуге келетін болсақ, түсінде қызыл көрпе көру үйленген әйелдің күйеуіне қатты құмарлық пен романтикаға ұшырауы мүмкін екендігін білдіреді. Ал қызғылт көрпе көру ерлі-зайыптылар арасындағы махаббат пен жақындықты білдіреді. Егер жалғыз басты әйел түсінде жаңа көрпе сатып алғанын көрсе, бұл оның жақын арада мүлде жаңа өмір сүретінін білдіреді. Әйел түсінде ақ көрпе көрсе, бұл оның және жеке кәсіби өмірінде үлкен жетістіктерге жетуін білдіруі мүмкін. Түсінде көрпе ауыстыру. Әйел көрпе ауыстырып жатқанын түсінде көрсе, бұл оның өміріндегі бір нәрсені, мейлі ол жұмыс, үй немесе жеке қарым-қатынасын өзгерткісі келетінін дәлелі болуы мүмкін. Бұл оның өміріндегі үлкен жақсартуға ие болатынын білдіруі мүмкін. Үйленген әйел үшін түсінде таза және ыңғайлы көрпені көру күйеуінің оны қорғап қолдайтынын және армандарына жетуге көмектесетінін білдіреді. Сондай-ақ күйеуінің өмірдегі ілгері басатынын, өркендейтінін, байлығының артатынын туралы сүйінші хабарды білдіреді. Түсінде көрпе бірге өмір сүрудің және қорғауды білдіреді. Түсінде қара көрпені көру зұлымдық пен өшпенділікті білдіреді. Түсінде көрпе сыйлау басқалардың алғысы мен құрметін білдіреді.